Сансызбай Сарғасқаев, Сұлу төр, роман, 6 бөлім. Оңалбек туралы очерктен ештеңе шықпады. Құлықсыз жазылған мақаланы редактор шынтыйта қысқартты да газеттің бұрышына бір тұтам етіп жапсыра салды. Ауылға келгендегі алғашқы мақаласының өз көңілінен шықпай нәрсіз де дәмсіз жазылғанына, редактордың оны аямай күзегенінен неге екені белгісіз Санат онша қиналған да жоқ, қынжылған да жоқ. Жайшылықта болса қысқарған әр жол үшін дауласып керілдесіп жатар еді. Іштен шыққан шұбар жылан ғой дейтін журналистерге әбден сіңіскен әдет мұнда да барды. Бұл жолы ол өйтпеді. Мұны редакциядағы әркім өзінше топшылады. Редактор болса Базарбаевтың арнайы тапсырмасы тап-тұйнақтай орындалмағанына өзін кінәлады. Армиядағы газетте жұмыс істеген, қаламының үлесі бар, әскерге кеткенше осы газетте болды, тәжірибесі аз емес. Әркімнің құлағы шалған осындай сөздерге ден қойғанына өкінді. Оның үстіне қайдан естігенін кім білсін, Базарбаевтың өзі де телефонмен «Саламатов жолдас, біздің ауылға журналист жігіт келді» дейді. «Оны сіз білесіз бе? Сол жігітті ертеңге шақырып отырмыз. Мүмкін оған бір тапсырма берерміз. Сіз бұған қалай қарайсыз?» Жасықтың жалтақтығыма жә болмаса секретар сөзі партия сөзі. Оның сөзін мүлткісіз орындау менің борышым, міндетім деген миына сіңіп, қыңқ етпеуге үйренгендіктен бе әйтеуір қайра сөзге келмей келісе қалды. Енді секретар тапсырмасы, партия тапсырмасы ойдағыдай орындалмағанына өкінді. Бармақ шайнайды. Сондағы сенген жігіттің бір күннің орнына 4 күн жүріп келіп отырғаны мынау. Озат Шопан жайлы жазудан гөрі малшылардың қалжайын ескерсек деп сандырақтайды. Өз-өзінен күйіп пісіп масанды Райзо мен Рауипол Минзакке мәлімет алуға жүгіртіп, кішкентай кабинетінің есігін ішінен іліп, күнұзақ отырып, бүкіл газеттің материалын жазып шыққанына кейін ғана уф деді. Ертеңіне Жапақ екеуі жаңа шыққан бір санын алып, аудандық комитетке кетті жүгіріп. Одан келген соң ғана көңілі орнына енді ғана түскендей, бар қызметкерлерін өзіне шақырып алып, «Базарбаев облысқа кетіпті» деді, орамалмен тершіген бетін желпіп. Үгіт-насихат бөліміндегілер бүгінгі нөмерді мақтады. Бұл жолы ерлеп кеттік. «Ал сен қарағым», деді Санатқа, «бізді үлкен ұятқа қалдыра жаздадың. Бұдан бұлай бүйректен сирақ шығаруыңды қой». Бұл Санатқа айтқан бір жағы ақыл еді де, бір жағы «бізбен істеспек болсаң, менің айтқаныма жүріп айдауыма көнесің» деген сесі де бар еді. Санат оның көмейін анық түсінді, бірақ үндеген жоқ. Жапақ болса бұл жолы іштей редакторды қостағанмен сырттай сездірмеді. Бар айтқаны: «Кетеріңде жол қалмай қалдым бауырым. Әйтпесе материалды қалай аларыңды айтар ем. Бұл ауылдың сыры бес саусақтай мәлім ғой маған. Қызың дұрайын салпақтап сонау жайлауға барғаннан гөрі рақаңмен сөйлессең-ақ бір ұқшақ материалды қаптап әкелер едің. Ештеңе етпейді, әлі-ақ үйренесің, қысылма» деп оны көргенде жайпан қаққан. Қысылатының мен емес, соншама неге бәйек болдыңыз деген сөз Санаттың тілінің ұшына келгенмен айта алмады. Айтпады. Аңқылдағы жан ғой, көңілдегісі болар, ренжітіп алармын. Масан оның көңіл күйін түсінгендей «Ничего» деп жотасын қақты. Санаттың көңілін бейжай етіп алаңдатқан бұл еместі. Оның көз алдынан әсем жайлаудың көрінісі мен сондағы адамдардың қалжайы кетер емес. Не қиыншылықтар болсын төзіп, бейнетке белшесінен батқан адамдардың жанын ұғып, көре білу, соны басқаларға жеткізу, міне осы қинайды оны, осы ойландырады оны. Рас, Оңалбек жайлы майын тамызып жазуға болар еді де, әркім өз шама шарқынша жасынан қалап алған мамандығының шебері ғой. Құрылысшы әсем үй қалау үшін кірпішті қайдан табамын деп қарап тұрмайды. Оның сазын өзі илеп, өзі құяды. Кедір-бұдырын кетіріп, көрген адам таңғаларлықтай мүсіндеп шығарады. Сол секілді жорға сөзге келгенде қай журналист болмасын қалтаға қол сұқпайды. Бір саннан бір мақаланы далитатын кездерде болады. Бір күн отырып Саламатовта газеттің 2 бетін толтырып шықты ғой. Бірақ жылтыр сөз маржан ба, жалаң цифр адамның жан дүниесін көрсете алар ма? Әр адамды өз мінезімен, іске деген ынтасымен, арман қиялымен, жақсы қасиетімен, әр адамда болмай қоймайтын мінінде жасырып жаппастан ісмер секілді мүсіндеп, зергер секілді боямасыз өрнекпен жұрт көзіне көрсетсе, сонда ғана бейнеттенген емес пе? Сонда ғана өз өмірін осы іске бағыштаған адамның көңілі тояттанбай ма? Оңалбектің айтқан сөзінен жан дүниесін көре алды ма Санат? Қатпар қалтарыста бұған белгісіз көп жайлар қалып қойды емес пе? Озат деп дақпырттаған оның ісінен ғана емес,
бейнесінен басқалар үйренерлік, өзіне ғибрат етерлік нәр тауып бере алмасаң, жазғаның өзіңді толғандырмаса, ондай очеркке қаламың қалай жорғалайды? Ұшымы қалған етікшінің бізі секілді ғой. Өз парқын білетін етікші ондай бізді қолына да алмас. Санат Оңалбек жайлы жазамын деп келген жоқ жайлаудан. Оның ойынша көргені де алған фактісі де әлі шикі болатын. Бірақ редактор тақымдаған соң алғашқы күннен безіреймей бір жолға тілін алған. Сөйтіп жазар очеркін жай репортажға айналдырған еді. Армия қатарынан келер жолда бірер күн Алматыға түсіп, Құрмаш деген ақын досына соққанды. Сонау қиыр шығыста әскери газетте екеуі бірге қызмет істеп, Құрмаш елге ертерек оралған еді. Соның үйінде аты танылып, мол қырлы таланты жарқылдап көріне бастаған. Білімдар бір жігітпен кездескен. Сонда ол, адам деген ғажап қой. Әр адам өз өмірінде бақыт дегеннің шұғыласына да шомат, бақытсыздықтың бұлтында жамылады. Бірақ адам ғажап қой. Қолымызға қалам ұстаған соң сол ғажап адамды көрсете алмасақ, несіне журналист боламыз, несіне жазушы атанамыз деп толқи айтқан сөзін Санат ұмытар ма бұл дүниеде сірә. Сонда жазу жайлы әңгіме басталып, бір қыдыру сөз болғанда, кейде қаламгердің шеберлігі сол, бір сөйлеммен ғана жалт еткізіп адам мінезін ашып көрсетіп кетеді. Сондықтан да қаламгер өмірді өз көзімен көріп, сезіне білу керек дегені де Санаттың жан түкпіріне қатталып еді. Енді байқаса ана Оңғарбай мен оның әйелі Күміс, Жыланкөздер өз мінезімен, өзінің еңбекке деген адал жанымен, ой қиялымен нағыз жазуға керек, қаламыңа жел берер жайсаң жандар секілді. Шайнап берген ас болмайды демекші, мынаны жаз дегенге мойны қалай жар берер? Жо, Санат, сен бұл жолы ұтылған жоқсың. Сен өмірді көріп келдің, жаңа адамдармен таныстың, қаламыңды ірікпе, көсілт. Осы оймен Санат екі кеш отырып үлкен бір мақала жазды да, бұл арада жарияланбасын редактордың қол сілтеуінен сезген ол облыстық газетке жөнелтті. Енді бар үмітін соған салып ақырын күтті. Жұмысы әдеби қызметкер болғанмен Санат мақала қорытудан гөрі газеттің гранкысы мен беттерін көбірек оқып жүрді. Командировкадан келгеннен кейін редактор онымен мүлдем санасуды қойды. Жұмысқа келген кезде есік жақта отырған оны көзіне ілмей өте шығып, төр жақтағы жапақтарға қол береді. Оқта-текте жез қоңырауын шылдыр еткізіп, Жапақ пен Масанды кабинетіне шақырады да өздері ғана шүйіркелеседі. Осының бәрін әдейі Санаттың намысына тимек болып істейтіндей. Ал Санат болса, бәрін елең қылмай, кеңсеге келе есіктен кіре беріс бұрыштағы кішкентай столдың басында жарбиып, гранкаларға көміліп отырғаны. Бұрындар мұндайға шыдамай қызыңқырап кететін әдеті мүлде қалып, осы күндері мінезі тым пайымды бола түскендей. Әлденеге бекем буынып, салқын сабырмен ақырын күткендей. Қолы жұмыстан сәл қалт етіп босаса айналдыратыны бір әңгіме. Өзінің бала кезде бастан кешкен оқиғасы көптен көңіліне түйткіл салып жүрген. Оған жайлаудағы тәмпіш қара бала да себеп болып, соңғы күндері соны қолға алып еді. Көкірегі сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр демекші, небір өрнекті сөздері лекілдеп келсе де, тамыры қырқылған жапырақтай қағаз бетіне түскенде солып шыға келеді. Жақсы бір теңеулердің өз қаламның ұшымен сүйретіліп жеткенше, көркінен айырылып жұрдай болады. Талай қағаз жыртылып, талай жазу сызылып, әбден болдырған аттай жылжуы шабан. Сонда да өзін іштей қайрай түсіп, сол әңгімені мұжғылауда еді. Бүгінде түстен кейін әңгімені қолына алғаны сол еді. Жапақтың столына көлденең тіркесе қойылған Масан орнынан тұрып Санаттың қасына келді. Қадалып қашанғы отырасың? Жұмыс аяғы болды. Жүр, біраз серуендейік, деді ол, бір қолын Санаттың жотасына салып, еңкейіп қағазға үңіліп. Санат алдында бет ашық жатқан қағазды тартып алған жоқ. Ей, мынауың әңгіме ме? Деді Масан шұқшия түсіп. Санат басын көтерді де екі қолын жайып керілді. Шәй, еріккеннің ермегі ғой. Жо, мына бір араң әдемі екен. Кәне, бере тұрш. Санат қағазды дереу жинады да тартпаға сала салды. Бітірмеген нәрсені көрсету оның әдетінде жоқты. Бітірген соң оқырсың, деді биязылықпен жайғана. Онда мейлің. Екеуі сыртқа шыққанда күн Қырғыз Алатауына қарай едәуір еңкейіп қапты. Аспан ашық, сұлу төр жақтан аздап лебеседі. Ала көлеңке кеңсе іші қоңыр салқын еді. Тыста күн көзі жалынша қарып тұр. Бүгін аздап қалама қалып ем, облыстық газеттен келіпті. Анда-санда кәкір-шүкір бірдеңелер жазушы ем. Кәне, соны өз әдетімізше аздап жуайық, деді Масан, былайырақ шыға бере. Әшейінде бас тартар еді, неге екені белгісіз. Санат қарсылық білдірмеді. Әлгінде құрысқан денесін керіліп жасса,
Енді құрысқан көңілді осылай тарқатуды орайлы көрді. Үндемей біраз тұрды да, Масан бәйек боп тағы қолқалаған соң көңілін қимайтындай шырай танытты. Жарайды, мәке. Онда асханаға барайық па? Бірақ онда кісі көп. Әлде анау көк будкаға барсақ па деп Масан Санаттың келіскеніне риза боп қуанып қалбалақтады да қалды. Өз қалауың білсін. Олай болса кеттік, деді Масан көңілді. Нәсипа әкпеңнің қолынан бір дәм татқызайын бүгін. Неге екені белгісіз Нәсипаны біреу атаса, сол бәлекет бейпіл ауыздан сақтасын деп бұрыннан азар да безер болатын Санат бұған да көнді. Безеңдеп алдына түскен Масанның соңына ерді. Нәсипа бұларды сылаң қағып қылмыңдап қарсы алды. Ойбай-ау, екі бірдей қайным келіп қапты ғой деп қылымсый, тілін безей сөйлеп, будкасының есігін ашты да ішке кіргізді. Тар будканың бір қабырғасына стол құсатып, жалпақ тақтай шегелепті. Екі ағаш жәшік қырын қойылыпты. Үстіне газет төселіпті. Зады орындық осы болу керек. Жалпақ тақтайдың үсті сірне-сірне, нан қоқымы, кішкентай шабақ балықтың құйрығы жатыр. Иә, нешесіңдер қайныларым? Масан Санатқа қарады. Неден бастаймыз, деді ол ұзаққа шабатын кісідей. Бәлкім жұлдызды қаларсың, өзің біл. Әй, жеңгей, менің борышым жоқ қой саған, ә? Деп Масан алдымен нықтап сұратты. Берешек емессің қайным деген соң. Жеңгей, ендеше жұлдызша жоқ па сізде? Оның не нәрсе түге, деді Нәсипа абыржып қалып. Мәссаған безгелдік, деді Масан қарқылдай күліп. Арақтың иісі жақындаған сайын оның қабағы тіптен жазыла түскендей. Балпылдап сөзшеңде болып алған. Пәлен жыл дүкен ұстағанды білесіз, жеңеше. Біреуге кем өлшеп, біздерден де артық жымқырасың. Жөпшендіге жеңсік бермейсіз. Ал жұлдызшаны білмеуіңіз қызық екен, жеңеше. Қой шәрмен, қылжақтамай. Сұмпай неме. Осы сенің ақ әзілің қалмайды екен. Не керек, айтсаңшы енді, деді Нәсипа Масанның бадырайып тұрып шымшығанына кірпігінде қақпастан. Әбден көн болған терідей мұндай сөзге сіреленіп көнбіс болып алған секілді. Шамдану орнына көзі ойнақши түседі. Ендеше коньягың бар ма, деді Масан көп қылжаққа өзінің де іші пысқандай. Соны айтпайсың ба манадан бері? Өй, жүгірмек, деп Нәсипа қайдағы бір түкпірден бір шөлмекті суырып алды. Мұның өзі бағалы да ғой, ауылды жерде бола бермейді. Сендер келген соң. Масан оның сөзін бөліп жіберді. Жә, маймаңдамай құй тезірек, деп стақанды тоса берді. Бағасын арттыратындай базарда тұрғанымыз жоқ, саудаласып. Онсыз да көмейің белгілі, артық бағасын аларсың. Нәсипа бұл жолы да тілің тым дөрекі боп барады, қайным-ау, деп Масанның батыл айтқан әзілін өзіне дарытпай, соншама бір құйтырқылықпен қағып тастады. Санат іштей таңдай қағып жағасын ұстады. Баршын тартқанына қарамай сыланып сипанғанын жөнделік, ал мынасы арсыздықтан да асып түскендей көзін төңкеріп, кәне, шөуімізге де ғой, мына Санатпен бір соғыстырып жіберейік деп қылмыңдап, езу жайла өзіне де бір стақан ұсына бергенін қайтерсің. 3 стақан сыңғыр ете түсті де 3 жұтқыншақ бүлкілдей жөнелді. Санат орталай ішкенмен Масан мен Нәсипа сарқыншақ та қалдырған жоқ, түгел жұтты. Нәсипа тіпті шіміркенер емес. Ах, деп Масан рахаттана жадырады. Ауызға салып қаужаң ететін бірдеңелерің бар ма, берсеш, деді Нәсипаға. Нәсипа бұларға бір-бір конфет ұстатты, сатушыға тән сараңдығын көрсетіп. Мұның ақшасы өзімнен, тарылма қайным, деді сыңғырлай. Қайталай құйғаннан Санатта бас тартты. Осы бір түлкідей бұлаңдаған Нәсипадан да, көк будканың қолқа қапқан бұйыққан ауасынан да тез жеріп, тезірек кетуге асықты. Тал түсте көшеде қылжыңдап жүргеніміз жарамас. Тағы да аз-маз ғана, деп еді Масан Санаттың қабағын көріп, онда мейлі деп Нәсипамен тағы да бір-бір соғыстырып қағып салды. Нәсипамен есеп ажырастырып жатқанда Санат шығып кетті. Күн тау басына ілініп қапты. Көз жұмдырар шапағаты қайтыпты. Ұзатып салғандай қалқып жүрген ақша бұлттардың етегі қызыл жалаң. Бойларына шым-шым сіңгендей бірте-бірте алауланып барады. Жұмыс аяғы болғандықтан ба көшеде қыбыр көбейген. Дөң басынан Санатқа олар жан-жаққа бытыраған құмырсқадай боп көрінді. Санаттың есіне жанар түсті. Әнеугіннен бері хабарын білген жоқ. Қарап тұрса ештеңе өндірмесе де қолы бір сәт босамапты. Ендігі ойы қазір Жанардың үйіне соға кету. Бірақ оның да сәті түспеді. Сенімен осы кең отырып бір сөйлеспедік қой. Мені салтпас сабау қамшы деме, үйге жүр. Бүгін бір тамашалайық, деп будкадан шыққан Масан жатып кеп жабысты. Санат қашып кетердей бір қолынан ұстап алды. Бір қолтығында сұр қағазға ораған түйіншегі бар. Жапақ шақырса барасың, мен онан кеммін бе?
бейтаныс жандар емеспіз ғой деп ауыр-ауыр сөздер айтып қатты ренжитін сыңай танытқан соң Санаттың ермеске шарасы қалмады. Келгелі құнттап сұрамағандықтан ба, Масан Айымгүлдің дәл үйінің өкпе тұсында тұратынын білмепті. Анада Насипаның баласы сүйеніп, шемішке шағып тұрған тарбиған ағаш Масанның үйінің дәл іргесінен өсіпті. Бойдақ адамның үйінде қай бір күй болмақ? Масанның аяда екі бөлмесінде көз тоқтатарлық мүлік те жоқ. Темір төсек, қиқиған стол мен екі-үш орындық бар болғаны осы. Қабырғаға жабысқан кірпіш пештің бір бүйірін тесіп, темір пеш қондырыпты. Тат басып қаңырап ол тұр. Үйге кіре Масан көнетоз бешпетін шешіп тастады. Екі білегін сыбанып жіберіп, ауызғы бөлмеде тұрған қара қазанды көтеріп сыртқа шыға беріп еді, Санат қасына жетіп барып білегінен ұстай алды. Не істемексің? Ет асам? Қыстан қалған сүр бар. Анау ала дағдырды көрдің бе? Соның ішіндегі ұнға көміп қойғам. Бейіліңе ризамын, бірақ оның қажеті жоқ, деді Санат. Өй, о не дегенің? Қуыс үйден құрауыз шығармақпын ба? Жеңіл-желпі бірдеңе болса жарап жатыр, деді Санат. Сен екеуміз бастас жандармыз ғой, бір-бірімізді жақсы білетін. Онан да кел отыр әңгімелесейік. Онда ол да жөн екен, деп Масан әлгіндей өкіректемей келісе кетті. Ол сыртқа шығып кетті де біраз жүріп қайта оралды. Бұл кезде Санат төргі бөлменің бұрышында тұрған текшеге қатарластыра жиылыстырған кітаптарға көз салып еді. Көбі ауыл шаруашылығына қажетті құралдар, овцеводство, пчеловодство секілді көрнекі кітаптар. Әдеби кітаптан көзге іліктіргені сонау жылдарда шыққан батырлар жыры, қағаз әбден сарғайып мұқабасы тілім-тілім болса да, беттері жыртылмаған. Масан кіргенде пчеловодствоны қолына ұстап, беттерін парақтап қарап отырған. Мынанды оқисың ба, деді Масанға. Аздап танысып жүрмін. Санат күліп басын шайқады. Мықты. Сен бар ғой, деді Масан стол басына екеуде отырғанды. Өз басым бір жаққа барарда жазатын материалыма байланысты алдын ала қосымша кітапшалар оқып алам. Аспаннан жаңа түскендей әр нәрсені сұрай беруге оларды да запыс етіп ығыр қыласың. Өзіңнің де дүмші адамдай түк білмегенің ыңғайсыз екен. Оның мына сөзін Санат іштей құптады. Шынында да қағаз қаламгерге бірде егіс даласы болса, бірде завод фабрика, ал оған түскен әріп бірде дән, бірде станок тетігі ғой. Егерде бидайды жөндеп себе білмесең, станок тетігін дұрыс бұрамасаң, онан жөні дұрыс мақала да өнімде шықпайды. Сондықтан да қаламгер өзін кейде диқан, кейде жұмысшы, болмаса барлаушыдай сезініп қана қоймай, тынымсыз ізденетінін, бейнеттенетінін қайдан біле берсін осы? Мұның дұрыс екен, деді Санатта қостап. Масан Насипадан алып шыққан бумасының арасында коньяктан басқа конфет, печенье, Краков колбасасы мен голланд ірімшігі бар екен. Бәрін дастарханға қойып еді, стол үсті жайнап шыға келді. Әлгінде сыртқа шыққанда көрші үйлеріне барса керек, бір жас қыз көмбеш табаның бетіне қуырған ақ сары жұмыртқаны шыжылдатып орталарына әкеліп қойды. Масан екі стаканды орталай коньяк құйды да, ал не үшін ішеміз, деді. Сіздің мақалаларыңыз жиі шығып тұру үшін де. Масан өз стаканын төбесінен жоғары көтеріп тұрып, оның да жөн екен, деді. Сосын сәл кідіріп барып, бірінші тосты сенің аман-есен келгенің үшін, жақсы журналист болуың үшін ішсек деймін. Ол стаканын Санаттың стаканының бүйіріне шарт еткізіп соғыстырды да қағып салды. Бұл жолы қоярда қоймай Санатқа түгелдей ішкізді. Біздің жұмысымыз мазасыз жұмыс қой. Құрғырың көзге де көріне бермейді. Алғысыңнан гөрі алатын қарғысың көп. Үлкендерге жақпасаң артыңа шала байлайды, деп арақ уыты бойына жайылған Масан екі беті балбырап сөйлемпазда болып алды. Бірақ бажалақтап жатпай Санаттың да сөзіне қонақ беріп отырды. Қанша айтқанмен құлқының кісілігі жеңсе керек. Біреу қарғаса 1000 адам алғыс айтпай ма, деп еді Санат. Білмедім, деп күлді Масан. Өзіме рахмет деген жанды көрген емеспін әлгінге. Әлімов дегендерің мені көрсе, безгек буған адамдай реңі күлгін тартып тырсатты қалады. Шіркіннің қолында билік болса, басымды ойланбастан-ақ қақшып тастауға бар. Қаламыңыз қытығына тиген болар шамасы. Дегенмен Әлімовтың қарғысы көптің қарғысы емес қой. Әй Санат, сен ауылды әлі де білмейсің ау. Әлімовті әкемнің ала алмай жүрген құны, болмаса жеті атамнан қалған кегім бар дейсің бе? Сенсең бар ғой, дәл қазіргі жұмыс стилі ұнамайды маған. Ғайбаттап қайтейін, кешегі дабырайған дабысымен жүр әншейін. Өзін дабырт қылып таратуға шеберде. Беткүстар жаңалығы жоқ бүгін. Ашық айтсам, надандығым басым. Осы сөзімді естіп қазір соңымнан қалмай жүр. Сонда не қыл дейді?
Масан езуіне күлкі үйіріліп Санатқа қарап: «Ауылды мүлде ұмытыпсың ғой өзің», деді. «Аңдыған жауың айғайлап келуші ме еді? Әр жерде білдірмей аяғыңнан шалады. Қалпыңды тауып мүрдем кетіруге де бар. Анада жазғытұрым сонау Қушоқы деген жердегі мал отарларын бірнеше күн аралауға тура келді. Сен әлі білмейсің ғой. Бізде науқан сайын өкіл дегендер қаптап кетеді ауылға. Осында Ақбердиев деген бір бастықтың әр колхозға 3 өкіл деген сөзі мәтелге айналып кеткен. Сонда қара жел өтіп тұмауратып қалдым да, таныс бір шопанның үйінде 2-3 күн жаттым. Сенсең бар ғой Санат, жас күнімді қайдам, қолыма өмір тізгінін ұстап, өзім өз болғалы дәрігер деген жарықты халықтың алдын көрген жан емеспін. Тұмауратып не шаншулап қалсам, мына ақаңнан 1-2 мысқыл қағып жіберем де, жыл оранып жатып шып-шып етіп терлеуім мұң. Келесі күндері құландай орғып шыға келем. Әлгі шопанды жақын маңдағы разъезге жұмсап, осы ақаңды алдырғаным рас еді. Сонда мен мас болсам, дау жанжал шығарсам бір сәрі, нақақтан күйдіріп, жұмыс бітірмей ішіп жүрді деп бүкіл ауданға дақпырт таратып жіберді. Осы арада шәт-шәлекейімді шығарып, біраз сенделтіп, ақыры ғайбатынан басымды біраз арашалауға тура келді. Қысылғанда сүйеу болар деген редакторымның өзінен көрдім қорлықты. Без-без етіп ат-тонын ала қашты. Онысымен қоймай қоқаңдауды шығарды. Әбден ызам кеп далбасалап, Базарбаевтың өзіне кірмекке ойландым. Мен де коммунистпін, менің де сөзімді тыңдасын деген сонда қойым. Иә, ол кісі не деді? Масан қарқылдап күлді. Ей, Санатай, білмейтінің осау сенің. Сөйлеспек тұрмақ босағасында 3 күн қақшиып отырғанда қабылдамады. Алдындағы көмекшісі ысқырынған біреу: «Барсаң болды, сен кімсің, не керек?» Әуелі жатып келіп тергейді, сосын: «Қолы бос емес, бүгін қабылдамайды. Мәжіліс өтіп жатыр», деп есік күзеткен күшіктей шәуілдейді. Есіңде ме, Санат? Баяғыда мал дәрігеріне көрсету үшін бір жолы сиыр жетектеп ветлечебницаға барғанымыз. Сонда күні бойы күнге шыжып, ақыры кезегіміз жетпей үйге ренжіп қайтып ек қой. Базарбаевтың алды қашанда дәл солай. Қарапайым біз емес, кейбір мекеме басшыларының өздері апталап кезек күтіп сарғаятын көрінеді. Қызық екен, деді Санат таңырқап. Базарбаев болмаса басқалар бар емес пе? Сөзіңе құлдық, басында мен де солай ойлағам. Бірақ солардың бәрін шешетін мәселенің түйіні Базарбаевтың шеңгелінде. Өрмекшіні білесің ғой, торын жайып қояды да жемтігін аңдып, өзі ортасында жатады. Торды құру да, жинап ала қою да өз еркінде. Сонда бұл қалай болғаны, деді Санат. Бүкіл бір мекемеде бас көтерер бір адам жоқ па? Неге болмасын? Екінші секретар Өкеев деген кісі бірегей адам. Адамгершілігі мол, мінезі парасатты. Ол Әлімовтар құсап, адам не болса о болсын, қотыр саулық аман болсын демейді. Мәселенің байыбына барып, байымды шешеді. Оның ойлайтыны адам, оның қамы, мұқтажы. Малды ауылдағылар ол кісі бара қалса өшкені қайта жанып, солғаны қайта тамыр алғандай қуанады. Елді ол құрметтесе, ел оны құрметтейді. Шіркін, көптің көңілі көгалдың нәр алатын бұлағы секілді ғой. Бірақ амал не, ондайлар жалғыз жарым ғана. Базарбаев маған ішінде бір сақтамайтын, ішіндегі бар жасау жиһазын сыртқа шығарып жайып тастаған үй сияқты балғын мінезді, жарқын жігіт боп көрінген. Бірақ келе-келе байқасам, бір есебі өз ішінде бар, күріш арқылы күрмек су ішеді дегендей, күні шыққанның шашпауын көтеріп, кебісін кигізіп жүріп күн көретін жамба деп қалдым. Оны күн деп қайтем, әр нәрсені бықсытып, көңіліңді суытпайын. Сөз кезегінде айтқаным ғой әшейін. Қызық екен, деді Санат бас шайқай күліп. Несі қызық дейсің? Бүрме тікен секілді жабысқақ дертте бұл. Адамнан қотыр ешкі бағалы дейтін Базарбаевшылық дерем мұны. Менің бір түйгенім, әйтеуір бар нәрсе жоспарға келіп тіреледі екен. Жоғарыдан жіберілетін сол шіркіннің орындалса, бастықтың атағы даңғара боп көтеріледі. Оның іскер-міскерлігіне, адамгершілігіне қарап жатқан жан жоқ. Ал астық шықпай, малға жұт келсе, табиғатпен ешкімнің шаруасы жоқ. Бас алтын, арты күміс болса да, бастығыңды шіркей құрлы көрмей, жұлып тастайтынын да көзіміз көрді. Қашан осылай болар дейсіз? Табиғатпен де санаспай болмайды ғой. Оны көре жатармыз. Көңіл көтеруге шақырып келіп, қайдағыны барпылдап, басыңды ауырттым ба деймін. Кәне, тағы бір алып жіберейік. Мына жұмыртқада суып қалды, деп Масан қара табаны Санаттың алдына қарай жылжытып, стақанды көтере берді. Осында келгелі Санат екі жайды байқап отырған еді.
Бірі әншейінде көп сөйлемейтін Масанның сөзшеңдігі, екіншісі әнеугүнгі көргенде емес, біраз ішіп тастаса да қызбауы. Сөзі божырамай, пікірі сүттей ірімей, сөздің берекесін кетірмей, тың адамдай қозғайды әңгімені. Бұл қалай, деді Санат іштей таңырқап. Мәке, әлі де бағлан жігіт, сіз үйленбейсіз бе, деді Санат. Жұрт көзіне баданадай боп бойдақ жүруіңіз келіспейтін тәрізді. Масан басын шайқады. Неге? Мен тыныштықты қалаймын. Ал үй болған соң ұрыс керіс, дау жанжалсыз болмайды. Бытпылдақ секілді беймаза біреуге тап болсам, онан пәле тағы жоқ. Аузы күйген үріп шеттегендей, албыртықпен бір үйленіп қалдым, соныңда дау жетеді. Мұның қызық екен. Меніңше сүйіп қосылған жандар бірін-бірі ғиззат етіп сыйламай ма? Ал балалы шағалы болғаннан кейін екі жүрек махаббатын, бала махаббаты онан сайын лаулата түспей ме? Әрине, өмір болған соң кейде берік нәрсенің өзі де шытынайды, ыстық көңілдің суынуы да мүмкін. Сонда соны дәнекерлейтін де, ұйытқы болатын да бала ғой. Мен мұнда бала адам өмірінің жалғасы екенін айтып отырғам жоқ. Әңгіме махаббат жайлы болған соң соны айтам. Тыныштық дегенің тоқырау ғой. Ағынсыз суды балдыр басып, шалшыққа айналады, борсиды. Оған ит пен құста үйір ғой. Сол секілді адам көңілі де күз аспандай күңгірт, бұлыңғыр тартып, дымқылсызға айналмай ма? Махаббатсыз, семьясыз адам реңі қуқыл тартып, бірінен айырылған тобылғыдай қақшиятта қалады. Махаббат. Масан Санаттың сөзін бөліп жіберді. Сондағы айтпағың махаббат, от, жалын, күрес. Ол жігеріңді шыңдайды, қиялыңа қанат береді, өміріңді нұрға бөлейді демекшісің ғой. Мүмкін маған қозы мен баянның хикаясында айтарсың. Ал менің білетін бір ғана махаббат, ол өмірді сүю. Мейлі аш, мейлі жалаңаш болып өтейін, мейлі қаңғырып та кетейін, бірақ мен үшін күн сайын жарық дүниені көріп тұрудан артық махаббат жоқ. Мына ұғымың мені таңғалдырады, деді Санат. Сен өмірді сүйем дейсің. Меніңше махаббатсыз, ұрпақсыз өмір тесіктен соққан жел, елекпен өлшеген су секілді емес пе? Санат, бағзы бір жандай мұның бәрін айтып қайтесің? Маған адамның бірін-бірі сүюі, үйленуі табиғат заңы. Мен екі адамның бірін-бірі өліп өшіп сүю дегеніне өз басым сенбеймін. Мұны мен жастық кездің желігі деп білем. Мүмкін көңілім әбден суыған соң айтқаным болар. Босқа гүжілдесіп, керілдескеніміз ұятта. Мен үшін тіршіліктен қымбат нәрсе жоқ. Масан жұдырығымен столды қойып қалды да орнынан тұрып кетті. Аздап қызғандықтан болу керек, Санат сөзін жібергісі келмей борбайлап. Өмірді сүймейтін адам жоқ. Мақұлық екеш, мақұлықта өмірге құштар. Бірақ әңгіме қалай сүюде ғой, деді қарсы дау айта қыза сөйлеп. Қыз бен жігіттің, ерлі зайыптың махаббатына сенбесеңіз, ол өз еркіңіз. Бірақ өмірдегі махаббат бір болған емес қой. Күнделікті күйкі тіршілікті өмірді сүю, меніңше тым жадағай, жаңсақ пікір секілді. Сондағы айтпағың еңбек қой. Ал сол делік, еңбекті сүймесең, оған деген ыстық махаббатың болмаса, сол еңбектің жемісін үшін күреспесең, онда өмірдің қызығы да, сәні де жоқ қой. Адамдардың бір-біріне жолдастық, достық махаббаты, мұны да жоққа шығармақсың ба? Масан бірдеңенің шалығы шалғандай қарқ-қарқ күлді. Жә, деді бір жерде байыздамай жүре сөйлеп. Сенің күрес дегеніңе де қосылам. Жуырда киік суға бардым. Бастығы өзің білетін Жолдыбаев Шәріп. Бір беткей қайсар кісі ғой. Ол да Базарбаевтың атарға оғы болмай жүрген адамы. Қазір пышақтың қырында қалт-құлт етіп тұр байғұс. Сол отырып, осы күні кей жерде әлдегімдерді жұмсақ креслоға отырғызып жатыр ғой. Оларды дарғасуға арқан жетпейді. Бірақ креслода тозар. Гүжбан бұқалардай немелердің салмағы көтере алмай сынарда. Сонда көреріміз әуселсін. Оған дейін бізде қарап жатпаспыз. Талай күресті көрген мына қол, мына мойын әлі де талайына жетер деп күледі. Оны мұныға бұқпайтын, айылын жимайтын қайсар жан ғой өзі. Сөйткендей өмір күрес екені рас. Мұнда сырттай қарап тамашалауға болмайды. Солай ма? Қане, тағы бір сілтеп жіберейік, кеңірдекті құрғатпай. Масан Санатты күтпестен стакандағы шарапты шалқая тұрып тартып жіберді де, қатқан құрықтың бір түйірін аузына салып күтірлетіп шайнай бастады. Санат ішкен жоқ, үнсіз отыр. Масанның сөзінде парықсыз бөспелік ұстап бара жатқандай. Өз жайын шағынып, бұлжырақтауы құлаққа түрпідей тиіп, енді оны құлықсыз тыңдады. Тек Шәріптің есімі аталған кезде оны тәтті бір елес тербеп кеткен еді. Жастықтан гөрі әлжуаз балалығы басым еді ғой онда. Болмаса бір ауылға өкіл болып барып,
Тапа-тал түсте мініп барған атынан айырылар ма? Рас, түні бойы ауылдық советтің сессиясында отырып әбден қалжырады. Таңертеңгісін топардың бұдырсыз кең жазығындағы пішеншілерге соға кетуге ұйғарды. Шілденің ми қайнатқан ыстығында езіліп, жолынан бұрыс пішеншілер қосына бару әуелінде ойында жоқ еді. Сол ауылға өкіл болып келген Әлімқұлдың Атабегі кезіге кетті. Өзімен құрдас, мектепте бірге оқыған ол упол минзактес дейтін. Сол жатып кеп кенедей жабысты. Несін сұрайсың, Қызылтуға бірге қайтамыз. Менің де шаруам негізінен бітті. Тек пішеншілер қосындағы бірер адамға жолығуым керек. Жол ұзақ деп бұлтарып көріп едім, онан сайын тақымдай түсіп, сөз емес, мен төте жолды білем, анау Амантайдың сайы мен Қызылтудың дәл төбесінен түсе қаламыз деді. Бәлкім Санат бұған да келіспес еді, егерде айтпақшы, сен өзің айта беретін Шәріп деген қарт та сол арада демегенде. Сонау 16-шы жылдары осы өңірде сарбаз жинап қол бастаған Әли Батырмен бірге жүрген және ауылда алғашқы ревком болған Шәріпті бір көріп тілдесу Санаттың көптен арман еді. Ана жылдары меркі жақта ағасының қолында оқып жүргенде большевик колхозының председателі Жолдыбаев деген ақбоз атты парлап жеккен жеңіл трантаспен селоның көшелерімен аңыздағанда оның омырауында жарқыраған орденін көрмек үшін соңынан безілдеп талай рет жүгіргені бар. Есімі елге жайылған адамдармен тілдеспесе де, жүзін көруге жас кезінде әбден құмар еді. Енді ойласа, мұнысы балалық қызықтау ғана емес, соларға елтіп, шама шарқынша өзіне өнеге алу екен. Шәріптің пішеншілер қосында екенін естіген соң Санат қалай шыдап тұрсын, Атабекке ілесіп жүріп берген. Шәріп тапалтақ келген жұмыр денелі, шашын тақырлап алдырған, сопақша бас, кеспек мұрын, қызыл шырайлы кісі екен. Жас шамасы 50-дің үстінде болғанымен қою жирен мұртын қылау шалмапты. Сөйлегенде үнемі жымиып, сол қолының бақал саусағымен мұртын сипалап отырады екен. Әйтеуір әлі де талай жылдар өтер, көңілдегінің көбі көмескеленіп ұмытта болар, бірақ аты халыққа дабырайған адаммен осы бір алғаш рет тілдесуі еш уақытта ұмытылмас сірә. Ал Шәкеңде қаталдық та бар, сөзге де сорлы емес, өсиетке де кенде емес. Сөйте тұра өзінен безіндірмейді, керісінше әлде бір үйірімділікпен баурағыш. Бір кездескен адамның есінде қалады, сөзі қорғасындай санаға құйылады. Сондықтан болар елдің шәкелеп сыйлайтыны да. Не бір дәукес адамның да бетіне тіктеп келмей, алдында бүгежектейтіні. Шәкеңнің сондағы бір сөзі әлі құлағымда. Өмір қызық қой балалар деген даусы барлығын қырап шығып жымиып, өмірге тарылуға да ренжуге де болмайды. Егерде өмір күн ілгері өзін кімдер қадірлеп бағалайтынын, кімдер рәсуа ететінін білсе, бәлкім бұл өмірді көп адам көрмегенде болар. Сондықтан да оны бос бекер желге ұшырмаңдар. Өмір қызық деп тайраңдап жүріп оның нәрін татып, шын қызығын көрмей кетуге де болады. Желге ұшыру дегенің міне осы. Санасыз терең сөздің түбін аңдамаған жанға бұл сөз жұғымсыз нәрсе болып көрінер. Атабек те былай шыға беріп, Шәкеңнің әлгі құрғақ философиясынан дәнеңе ұқпадым дегенде, Санат ұйқыдан жаңа оянған жандай көзі бажырақ етіп Атабекке таңдана қараған. Санаттың ойын Масаның сөзі бөлді. Айтпақшы, Шәкеңмен алғашқы кездескеніңді Атабек осы күнге жырдай қып айтады. Сонда сені қымыз ішіп қызып қалды деме, қалай? Санат тұмсығының астымен мырс етіп күлді. Қайтесің соны, мәке, балалық бір кез ғой деді. Сонда да тегісін айтам ғой. Шәке сонда пішеншілер бригадир екен. Атабек бұрыннан да тани ма, әлде елді жиыр алап әбден тіс қаққан ба? Сәлемдескеннен кейін ақ, Шәке, қара биеңіздің қымызын сағынып келдік деп, бірден өтімді сөйлеп ішке кіріп кетті. Әттеген-ай, қымыз қалмап еді балалар деп Шәріп қатты өкінді. Оқа емес, қымыз болмаса саумал бар шығар деп Атабек шөптен жасалған балағанның ішіне кіріп алды да төр жағына ұзынан түсіп сұлады. Санат болса өз-өзінен қысылып барады. Басындағыдай айтулы адамның төріне шығып, шолқиып жатпақ тұрмақ есігінің алдында жүрелеп отырып, тілдескені де оған таудай құрмет секілдеді. Шәкең өзіне деп қалдырған бір тостаған қымызын екеуіне бөліп құйып берген еді. Атабек қылғытып салғанмен Санат жай ғана ауыз тиген. Сонымен бірге қайтпақ болған Атабегім қос басынан айналшықтап шығар болмады. Ақыры шыдамым таусылды да өзім жүріп кеттім. Теректінің тұсына келгенде бір жағынан ұйқы қашып,
бір жағынан күн өтіп әбден мазам кетті. Әлгі арада аздап ат шалдырып суға түспек болдым. Теректінің кішкентай өзенін білесің ғой, су бақайдан да келмейді. Соған түстім де аттың шылбырын ұстаған бойы жағасындағы батауыққа қисайғаным сол екен, көзім ілініп кетіпті. Қолыма шиыршықтап орап алған шылбырдың қалай сусып шығып кеткенін білмеймін. Көзімді ашып алсам, атым жоқ. Дәл төбеден күн шақырайып бар әлемді өртеп тұр. Өзім әбден булығып, быршып терлеппін. Борша-боршам шығыпты. Зәрең бұрышқан екен ғой, деді Масан қарқылдай күліп. Жо, деді Санат басын шайқап. Әуелінде ойыма кіріп шыққан жоқ. Бірер шақырым жерде теректінің бригадасы бар ғой. Жаяулап соған келдім. Сұрастырсам атты ешкім көрмеген. Сонда ғана көңіліме қауіп кіргені рас. Ойым қолды болмаса нетті. Иә, содан соң? Онан кейін не болсын, деді Санат. Не істерімді білмей абдырап тұрғанымда атымды жетектеп Шәкеңнің өзі де кеп қалды. Ол кісі қайдан біліпті? Маған атты исполком берген болатын. Сөйтсем олар мұны Шәкеңнің колхозынан сатып алыпты ғой. Ендеше, деді Масан мәз-мәйрам боп. Атабек қу осында. Мен болмасам Топардың даласында сүйегі қуырар еді деп гулетіп жүр. Құрдас болған соң айтады да, өзі қайда көрінбейді ғой. Әскерден былтыр келген, Боранды да бригадир. Санат Шәріптің сонда бір айтқан сөзін есіне алды. Балам, әйнектей мөлдір судай таза екенсің. Түбіңе дейін көрініп тұр. Борсыған су тірсектен келген саяз болса да, түбін көруің қиын. Ләйім лайланба. Мұны неліктен айтты, не мақсаты болды? Қазірге дейін осы астарлы сөздің мәні беймәлім Санатқа. Қаптың түбін қаққанша отыруға әдеттенбеген Санат осы бір сәт сәл іркілгенде. Мәке, сый құрметіңізге көп-көп рахмет. Бүгін шер тарқата әңгімелестік-ау деймін. Балалық шақты да еске алдық, деді күліп, орнынан тұра бере. Рұқсат болса, енді мен қайтайын. Әлі ерте ғой, деп еді Масан. Санаттың енді отырмайтын сыңайын білді де, олай болса, соңғы тосты бір рет көтерейік деп жабысты. Жарайды, тағы да сіздің творчествоңыз үшін. Жазуыңыз өрнекті бола берсін, елдің көңіліне қона берсін. Бопты, деді Масан стақанды көтере бере. Өзіңнің ақыңдығыңда қалмаған ба? Сызды көк махорканың қышқылтым иісі сіңген бойдақ, тапал тамынан сыртқа еркіндікке кең аулаға шыққан Санат кеудесін керіп терең тыныс алды. Әлгінде буын-буынын буып көз алдын тұмандата бастаған шарап уыты түннің тұнық ауасын жұтқан сайын бойын сергітіп, сезімді торлай бастаған тұманды серпіген тәрізді. Масан өзін қаншама берік ұстағанмен соңғы тоста сылқ ете түсті. Санат сүйемелдеп төсегіне жатқызды. Абырой болғанда барқырап, жұрттың әбігерін кетірмет, жастыққа басы тиісімен қор ете түсті. Қайтсын, жолдастық ақ бейлін көрсеткені де, мұнысына да көп рахмет. Санаттың дәл қазіргі Масан жайлы ойы осы. Елдің көбісі жатып қалған секілді. Көшенің етек жағындағы бірер үйден ғана жылтыраған от көрінеді. Селоның ортасындағы шағын клубтың қасындағы баған басына орнатылған репродуктордың ғана дауысы түнгі тыныштықты сөгіп, әлде бір музыканы шалқытып тұр. Дәл қазір оның сол маңдағы дүкендердің күзетші шалы болмаса, тыңдаған жұрты да жоқ. Түн, жым-жырт, сұлу төрдің кешкі самал салқыны да тына қалған. Күн ұзын балқи толқып құшағы ың-жың, қыбыр қимылға батқан жер енді кең тыныстап жатқанға ұқсайды. Селоның әр тұсынан оқта-текте бір-бірімен кезектесе үндесіп үрген иттер ғана оның тыныштығын қорыған түн сақшысы, түнгі тірлік белгілері секілді. Ай ғана дәл төбеде нұрлана жарқырап тұр. Әншейінде су бетінің мөлдір тамшыларымен шағылысқан күн сәулесіндей қара мақпал аспанда жыпырлап ойнап, дәл төбеңде быжынаған жұлдыздар енді алыстап, көміскілене бастаған ұшқындай жылтырайды. Сұлу төрдің қашанғы көкшіл бозғыл түні. Бірақ осы түн Санатқа айрықша көрінгенді. Шараптың әлі де болса тамыр-тамырды қуалап, қан қыздырған әсері ме, болмаса жұдырықтай жүрек түкпірінде жатқан шоқтай ыстық сезім осы бір кең тынысты еркін кеште бойын билеп желігіп еліре түсті ме, әйтеуір өзін құмарлық мастығы жеңгендей. Ол қаңғалақтап Айымгүлдің ауласына қалай кіргенін де, есігінің алдына қалай барып қалғанын да білмеді. Тек бөлме ішінен шыққан әлдекімнің гүжілдеген даусы ғана өзін дедектетіп әкелген құтырынған сезім толқын еді, жартасқа шарт соғылып, екпіні қайтып, солығы басылғандай әсер етті. Ол ұстай берген есік тұтқасынан
суық ызғар есіп, қарып алғандай қолын тартып алды. Сол кезде есік іш жақтан ашыла берді. Әлдегім Санатты қапсыра құшақтап, үйге іргелес бастырманың көлеңкесіне қарай сүйрей берді. Санаттың бір аңдып қалғаны, үйден шыққан адам екеу, бірі құжбандай кісі, екіншісі... Сол кештегі Нәсипаның айтқан сөзін естігенде Санаттың өңі бір қызарып бір қуарады. Талай жыл арман сағымындай алдында бұлаң қаққан тәтті үміті біржола күйзеліп, талай жыл қинаған ойлар мен толқулар, жүрек сыздатқан есірік сезім тілектері енді мүлдем көмілгендей. Нәсипаның сүйір тілінің ұшынан, қаймақтай ерінің арасынан шыққан әрбір сөз азаптай жанын қысып, жүрегін инемен шабақтағандай болды. Әлгінде ғана дегбір таптырмай құтырынтқан сағыныш құмарлығы, масаттандырған сезім қызулығы енді өзіне мүлде бір жат, жыландай суық көрініп, табалап мазақтағандай, өзін соншама бір мүсәпірлік халге ұшыратып, тәлтіректетіп кеткендей әсерде. Санаттың бар білгені Нәсипа берген шарапты сылқыта жұту болды да, бар денесі әлсіреп, ұйып, әл қуат дәрменнен айырылғандай, екі беті балбырап, көзі ілмейіп, бар болғаны басын шұлғи берді. Әрі-берден соң ойы буалдырланып, Нәсипаның сөзін еміс-еміс құлағы шалғанмен, мағынасын ұқпай есеңгіреген күйге түсті. Ойламаған жерден Санатты үйіне әкеліп, айтарын айтып, көңілі жай тапқандай болған Нәсипа, ол тәлтіректей басып аулаға шыққанда есігін тарс жауып алды. Енді бұл үйге қайтып кіргізбестей, жуан қара ілгекті мықта білді, сықылықтап рахаттана күлді. Санаттың Нәсипаның үйінде болғанын бұл кеште тағы бір адам көрген еді. Келесі күні көшенің етегінен басына қарай бір өсек тағы бықсып жайыла берді. 6 бөлімнің соңы.